Сағламаят рубрикасы сізні селямлай. Эндіден яздың бірінші айы башланды. Яз мевсімі білгеніміз кебі вақыт мезетлі әркезілі севімлі мейваларны бағышлай. Олар арасында шефтали мейвасыдыр. Эндіден базарда ветюкянда шефталіні тапмақ мүмкін. Шефтали мейва терегі сайыла. Бұл терегінің мейвалары истимал еткенімізде біздің вүжудымыз минерал ве витаминлері темірлене. Оны истимал еткен инсанлар жүрек хасталығындан азат алып, қатыраларыны тіклейлер. Ашқазан ичек еларыңызда ашны ezim еткен проблема олса, сіздің мақсылат жедвеліңізде шефтали олмасы керек. Чүнки мейвада қанымыздың теркібіне кірген демір элементлері мевжуттыр. Күні шефталіні истимал еткен ватандашларымыз ой сыныр системасыны тынчландырып, лезетлі шейінен гөніліні көтерелер. Шефтали ашқазанды ешілік етішмеген инсанларға да файдалыдыр. Бұларын арасында ағыр аяқлы қадынлар ве генчлер кірелер. Бұндан ғайры бұл мейва косметик сағасында да актив қоланыла. Оның етлі мейвасындан терімізні гүзелешкен маскалар япалар. Нетижеде теріміз тартылып өз сағлам алыны тіклей. Unutmanız aziz dostlar, şeftali şeker hastalığından azap çeken insanlarga tavsiye etilmey. Çünkü onun terkibinde şekerin sayısı çok. Şeftalini çiğ yaşamak, ondan tatlı ve kompot pişirmege mümkün. Aziz dostlar, yaz mevsiminden tek sağlığımızga gerekli şeylerini almağa tırışınız. Çünkü sağlık hiç paraga satıp alınmay.